Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай оюлы құрақ көрпенің оюын тігудің жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Және де видеомды қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші бізге қажетті заттар ол, яғни екі түсті мата. Мен қоңыр түс пен ақ түсті таңдап алдым. Оларды тік төртбұрыш етіп, бірдей елке етіп қиып алдым. Бұл жерде өлшемдері 27-27 см. Одан кейін қоңыр түсті матадан тағы да кіші размер 25-25 см етіп тағы қиып алдым. Бұл жерде көп болып тұрған себебі мен бірден екі көрпеге бірдей қидым. Сіздер бір көрпеге 7 талдан қисаңыздар жеткілікті. Одан кейін осындай клей қажет болады, немесе оны паутина деп атайды. Одан кейін оюлы трафарет, одан кейін қайшы, қалам қажет. Ал ендеше бастайық. Ол үшін клейімізді ақ түсті матамен бірдей етіп қиып аламыз. Мінекей клейлеріміз дайын болды. Біргелкі етіп қиып алдық. Енді осыны әрқайсысына жабыстыратын боламыз. Ол үшін бізге қажет тағы бір зат, ол осындай қағаз қажет болады, самоклеющий қағаз. Оның ішкі бетін алатын боламыз. Сыртқы жабысатын бөлігі бізге қажет емес. Немесе пергаментный қағазды қолдансаңыздар болады. Ақ түсті матамыздың бетіне клейді жабыстыратын боламыз. Ол үшін ақ түсті матамыздың теріс жағын қоямыз. Үстіне біргелкі етіп клейімізді қойып шығып, үстінен жаңағы жылтыр қағазымызды қоямыз да қызып тұрған үтікпен жақсылап отырып басып шығамыз. Мінекей өтікпен жақсылап отырып басып шықтық. Клейіміз біргелкі болып жабысты. Осылай қағазымызды алып тастаймыз. Бұл жерде қағаздың жылтыр бетін клейге қарататын боламыз. Енді дәл осылай жып-жылы болып тұрған кезде трафаретті теңдей етіп ортасына қойып аламыз. Бұл жерде оюымыз ары-бері жылжымайды, сондықтан оп-оңай оюымызды біргелкі етіп сызып аламыз. Тағы бір айта кететін жайт, осындай трафареттерді қайдан аламыз деп жатасыздар. Оны арнайы трафарет оятын орындарға заказ берсеңіздер болады, немесе үй жағдайларында осылай қалаған оюларыңызды жасап алсаңыздар болады. Оған қатты қағазды қолдансаңыздар да болады, немесе линолеумді де қолдансаңыздар болады. Линолеум ұзақ уақытқа жарамды болып келеді. Мінекей оюымыз сыз болғаннан кейін ақырын трафаретімізді шетінен көтеріп аласыздар. Оп-оңай алынады. Енді осылай барлық ақ түсті матамызға клейін жабыстырып, оюын шетінен осылай басып шыға береміз. Мінекей барлық ақ түсті маталарымызға клейін жабыстырып, оюын басып шықтық. Енді осыны қайшымен бір-бірден қиямыз. Бір шетінен бастайсыздар, бұрыштап. Содан кейін сызық бойымен ойып шығатын боламыз. Бұл жерде қайшы қолға ыңғайлы болғаны жақсы болады. Себебі үлкен қайшы немесе кішкентай қайшылар болса, олар қолға ыңғайсыз болып қолда ауыртып жүруі мүмкін. Өздеріңізге ыңғайлы орташа
қайшыны алсаңыздар және өткір болған тіпті жақсы болады. Мінекей ойымызды ойып болып қалдық. Егер де сіз алғаш рет осылай ою оятын болсаңыз, осындай қошқар мүйізді оюдан бастасаңыз болады. Себебі бұл өте оңай, қарапайым және көрпеде өте әдемі көрінетін оюлардың бірі. Мінекей осылай. Мынау сыртқы бөлігі, мынау ішкі бөлігі. Енді қалған оюлардың барлығын өстіп қайшымен ойып шығамыз. Барлық оюларды ойып алдым. Енді осылай екіге бөлемін, ішкі бөлігін және сыртқы бөлігін. Содан кейін ары қарай тігу әдістерін көрсететін боламын. Бастапқыда дайындап алған қоңыр түсті матамызға оюларымызды жабыстырамыз. Бұл жерде 27-27 етіп қиып алғанға сыртқы бөлігін 25-25 етіп дайындап алған тіктөртбұрышқа ішкі бөлігін жабыстырамыз. Дәл бағанағыдай оюымызды матаның үстіне теңдетіп ортасына қоямыз. Жақсылап отырып, бұл жерде ою сырғып кетпеу керек. Және одан кейін үстінен ақ түсті матамызды қойып, қызып тұрған үтікпен жақсылап отырып басып шығамыз. Дәл сол реттілікпен барлық оюларымызды жабыстырамыз. Ал енді оюдың сыртқы бөлігін жабыстыруды көрсетемін. Ол үшін 27-27 етіп қиып алған қоңыр түсті матамызға осылай бұрыштап, әдемілеп отырып оюымызды қоямыз. Үстінен ақ түсті матамызды төсеміз, себебі ою сырғып кетпеу керек. Содан кейін қызып тұрған үтікпен жақсылап отырып басып шығамыз. Одан кейін ойымыз жабыстырып алғаннан кейін бұны қайшымен ортасынан теңдетіп бөлеміз. Себебі бұл құрақ көрпеде осылайынан тігілетін болады. Тағы бір көрсететін жайт, ол бізге құрақ көрпенің төрт бұрышына келетін оюды тігудің жолын көрсетемін қазір. Ол үшін қоңыр түсті матамызды осылай теңдетіп ортасынан бөлеміз. Одан кейін оны тағы да бұрыштап отырып, тағы бөлеміз. Яғни бір қоңыр түсті матамызды төрт бөлікке бөлеміз. Дәл солай оюдың сыртқы бөлігінде осылай теңдетіп төрт бөлікке бөліп аламыз. Кейін төрт бөлікке бөліп алдық. Енді осылай оюымызды жабыстырып аламыз. Бұл бізде құрақ көрпенің төрт бұрышына келетін ою.
Осы реттілікпен барлық оюды жабыстырып аламыз. Оюларымызды дайындап жабыстырып алғаннан кейін тігу әдісі. Яғни бұл жерде тігін машинасында зигзаг әдісін қолданасыздар. Алғаш тіккен адамдарда 1-2 тіккеннен қолдар жаттығып үйреніп кетеді деп ойлаймын. Себебі өте оңай. Бұл жерде қошқар мүйіз оюы өте оңай оюлардың бірі. Тігіп жасап үйлеріңізде көріңіздер. Мінекей достар, ойымыздың барлық бөлігін тігіп алдық. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Мына оюдың ішкі бөлігі, ал мұнда оюдың сыртқы бөлігі. Алдымен осылай оюды толығымен тігіп алып, содан кейін барып қайшымен қия салсаңыздар да болады. Қазір сіздерге енді осы оюлардың барлығы құралып, құрақ көрпе болған кезде қандай болатынын көрсетемін. Мінекей осындай оюлы құрақ көрпе шықты. Үйлеріңізде жасап, сіздерде үйлеріңізде осындай құрақ көрпе төсеп қойыңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, баға беріп кетіңіздер.